Сәлем баршаларыңызға. Бүгін осындай өте әдемі сырға мен кулоның жасалғанын көрсететін боламын. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге осындай қосымшалар керек болады. Сырғаға арналған колечко, бисер тастарымыз керек болады. Тасымыз 12 мм. Осындай жұқа ине арнайы бисерге арналған, сосын 0,2 размердегі жіп, яғни жилка. Бірінші осы бір тасымызды аламыз. Одан кейін бір бисер, қайтадан тас, қайтадан бисер. Солай төртеуін алып аламыз. Осылай. Енді осыны бір-біріне байлаймыз. Мінекей, тура осылай істейсіздер. Енді байлап шығамыз. Қатты байлаңыздар. Жасау жолы өте оңай. Бір көргенде жасап кетесіздер. Енді осыны біз аламыз. Оған осыны 9 бисерді аламыз да. Түйген жерімізден тағда екінші осы бисерге кіргіземіз. Осылай 4 жағында айландырып тігіп шығасыздар. Мінекей, осылай тігесіздер. Мен қызыл түсінен істедім. Өздеріңізге қандай түс ұнайды, сол түсті бір-біріне байланыстырып, сәйкестендіріп істесеңіздер, өте әдемі көрінеді. Киімдеріңізге сәйкестендіріп істесеңіздер. Неге төртіншісінде осылай істедім. Енді осыны кіргізгеннен кейін бесеуін аламыз. 5 бисерден өткіземіз. Содан кейін тағы да 3 бисерді өткізіп алып, қайтадан соңғы бисерге айландырып тігеміз. Мінекей, көрдіңіздер. Осындай шығады. Енді төртеуін алдым. Төртеуінен кейін біреуін алып, біреуін тасап кетеміз. Одан кейін аттап, екінші бисерге барып кіргіземіз. Осылай. Мінекей. Бұл жерде де біреуін кіргізіп қойғаннан кейін төртеуін кіргізем. Яғни бесеу түсінбей қалмасын деп айтып жатырмын сіздерге. Өте оңай істеу. Бастапқыда қиын сияқты көрінеді, но бірақ істеп кеткеннен кейін оңай екен көрінеді. Тағы да төртеуін алдық. Біреуін тастап кетіп, екіншісіне тағы да осылай істейміз. Мінекей, бесеуін алдым. Тағы да 3 бисерді алып, айландырып кіргізіп шығамыз. Барлығы біркелкі бисер болса, өте ыңғайлы болады. Бисер таңдаған кезде сондай бисерді таңдаңыздар. Шерстке бисерлер көбіне жақсы болып келеді. Барлығы біркелкі болады размері. Ал кейбір бисерлерде біреу үлкен, біреу кішкентай, біреу ұзын, сопақ деген сияқты әртүрлісі көп, олар ыңғайсыз болады. Неге көріп тұрғандарыңыздай осылай істейміз. Тағы осылай бесеуін өткіземіз. Достар, тағы сіздерге айтайын дегенім. Сіздер қандай бұйымды қалайсыздар, қандай бұйымға мастер-класс түсіргенімді қалайсыздар, комментарияға жаза кетіңіздер. Келесіде сол бұйымның видеосын түсіретін боламын. Мінекей осылай өттік. Енді полный айландырып шығамыз.
сосын бағанағы біреуі қалып қойған жерге барып, яғни бір штук қана бисер өткіздік қой, сол бисерге айландырып тағы да 3 бисерді қосып тоқимыз. Мінекей бағанағы бисер 3 штук, соған енді 3-еуін қосамыз, айландырып тігеміз. Мінекей көрдіңіздер ғой, осылай. Осылай 4 жағына тігіп шығамыз. Өте әдемі шығады. Хрусталикті 12 размеріндегі таңдап алыңыздар. Осылай 4 жағында біркелкі істеп шығасыздар. Егер бос болып жатса сіздерде осы круг сияқты болып тұр ғой, соны тағы бір инемен айландырып өткізіп, тартып өткізіп қойсаңыздар болады. Сол кезде қатты болып тұрады. Неге менде соңғысы қалды. Осыған көріп тұрғандарыңыздай анық көрсетіліп тұр. Анық көрініп тұр. 3-еуін айландырып тоқимыз. Бағанағы бисерімізге. Дәл осы боймен өткізіп, ұшындағы, яғни тастың ұшындағы, яғни 4 бұрыштының ұшындағы тоқыған жерімізге барып, енді кулонға жабысып тұрады, яғни кулонға байланысып тұратын жерін тоқимыз. 4 бисерді алдым, айландырамыз. Айландырып шығамыз 4-еуін. Мінекей. Мінекей 4-еуін айландырдық. Енді инені шетіне шығардық. Инемізді енді түйеміз. Осылай тартып жіберсеңіздер, 2 рет па 3 рет па істеңіздер, одан артық керек емес. Болды, біздің бұйымыз дайын болды. Өте әдемі шықты. Сіздерде жасап көруге кеңес беремін. Өте әдемі шықты, маған қатты ұнады. Кулонға, сырғаға өте үйлесімді тұр. Енді осы колечканы жабыстыру үшін бізге негізі плоскогубус керек болған, менде плоскогубус жоқ болған соң мен қайшымен істей салдым. Мінекей. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер видео ұнаса, достарыңызға жіберіп, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.